Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мен Қуаныш Есетов, теңіз көлігі саласының жаңалықтары. Құрметті ағайын, басында алдымен өзімнің кәсіби әріптестерімді мерекемен құттықтағым келеді. Бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша шілде айының 1-ші жексенбі күні бұл теңіз және өзен саласының қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Құрметті әріптестер, сізді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сізге үнемі аманшылық, тыныштық, молшылық және бақыт тілеймін. 3-ші шілде күні Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының алаңында арнайы отырыс өткен еді. Отырысқа теңіз көлігі мамандары, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының, құзырлы мемлекеттік органдардың, жергілікті әкімшіліктердің, атап айтқанда Жетісу, Маңғыстау және Павлодар облыстық әкімшіліктерінің өкілдері қатысқан еді. Отырыста темір жолы саласының және теңіз көлігі саласының кейбір өзекті мәселелері талқыға салынды. Атап айтқанда, теңіз көлігі саласының мазалап отырған келесі сұрақтар. Каспий теңізінің Қазақстандық секторы бойынша жаңартылған навигациялық ақпаратты қамтитын ашық электронды дерекқор, яғни веб-портал құру. Порттық нысандар, навигациялық құралдар және су тереңдігі туралы деректерді жинауды және үнемі жаңартып отыруды қамтамасыз ету. Уақытылы ескертуді алу үшін Navtex жүйесін енгізуді жеделдету. Халықаралық карталарда жаңартуды жеңілдету үшін көршілес мемлекеттердің гидрографиялық қызметтерін деректер беруді жолға қою. Айтпақшы, Navtex дегеніміз не? Navtex жағалау суларындағы кемелерге навигациялық және метеорологиялық ескертулерді, сондай-ақ шұғыл ақпаратты жіберетін халықаралық автоматтандырылған ескерту жүйесі. Ол жаһандық теңіз апаттары мен қауіпсіздік жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Құрметті ағайын, сіз әрине осы сұрақтардың қазіргі таңда аса маңызды екенін түсінеді деп сенемін. Осы түрлі мәселенің пайда болуына себеп Каспий теңізінің тартылуы, су деңгейінің күрт төмендеуі, тіпті кейбір жерлерде жағалау сызығының танымастай өзгеруі. Бұл Каспий теңізінің акваториясында кез келген экономикалық қызмет түрімен айналысатын барлық кәсіпорындарға, ұйымдарға, жеке және заңды тұлғаларға қатысты. Кемеге жүк тиеп жатырған порт, осы кемені қолданатын кеме иесі, су астымен құбыр немесе талшықты оптикалық кабель төсеп келе жатырған ұйым, теңіз мұнай кен орнының операторы, шекара әскері, балықшы, тағы да басқа ұйымдар мен тұлғаларға өте маңызды мәселе. Отырыстың барысында осы өзекті сұраққа жауап берген Қорғаныс министрлігінің өкілі. Құрметті ағайын, бұл Қорғаныс министрлігінің құзырындағы мәселе, себебі ұлттық қауіпсіздік. Қорғаныс министрлігі өкілінің ақпараты келесі. Қазіргі таңда еліміздің Қорғаныс министрлігі осы мәселені оңды шешу үшін қолынан келгенін жасауда. Яғни Каспий теңізінің Қазақстандық бөлігінің біртіндеп батиметрия, яғни тереңдік өлшеу жұмыстары жүргізілуде. Қазақстандық бөлігінің карталары тоқтаусыз жаңартылуда. Бір ғана ескертпе. Бұның бәрі тегінге жасалып жатырған шара емес. Бірталай мемлекеттік қаржы талап етеді. Сол себептен теңіздің жаңартылған карталарға өзгерген тереңдіктерге қолжетімділік ақылы болады. Дәл солай, Каспий теңізінің халықаралық карталарын жаңартуы. Көршілес мемлекеттер, яғни Ресей, Әзербайжан, Иран, Түркменистан, Каспийдің өз бөлігінің теңіз карталарын тегінге таратпайды. Себебі бұның бәрі жұмсалған күш, қуат, қаражат және тіпті бұл бұдан әрі зияткерлік меншік. Мәселенің осы мемлекеттік аралық жағынан шешілу оңай бола қоймас. Яғни, егер сізге Каспий теңізінің бірыңғай, толыққанды, егжейлі-тегжейлі картасы қажет болса, онда сіз
5 Каспий маңы мемлекеттердің құзырлы мемлекеттік ұйымдардың 5 жеке карта сатып алып, өзіңіз бірыңғай карта жасақтайсыз. Қысқаша, бүгінгі теңіз көлігі саласының жаңалықтары осы, құрметті ағайын. Сізбен бірге болған Қуаныш Есетов. Лайк басамыз, каналға тіркелеміз, жазыламыз. Құрметті ағайын, келесі кездескенше.